Бүгін сіздердің назарларыңызға білім алу педагог жүйесіндегі мемлекеттік қызметті көрсетушінің жұмысы және сараптамалық кеңестің жұмысы және де аттестациялық комиссияның жұмысы туралы оқыту жүргізіледі. Оқытуымызды бастауға рұқсат етесіздер. Слайдқа көшейік. Даусым естіліп тұр ма, барлығы көрініп тұр ма сіздерге? Бастайық. Ең бірінші бүгінгі күнде көрсететін қазір оқуымызды біз мемлекеттік қызметті көрсету тәртібімен таныстырамыз. Ол үшін білім алуда мемлекеттік қызметті көрсететін адам pedagog.bilimал.kz сайтына кіріп, өзінің жеке логин мен құпия сөзін тағайындап, жүйеге кіреді. Мемлекеттік қызметті көрсетуші жаңағы мемлекеттік қызмет модуліне өтіп, аттестациядан өтетін өтініштерді блогына өтеді, және де жаңа бөлімге өтеді. Жаңа бөлімге өткен кезде, мына жерде жаңадан мемлекеттік қызметке келген өтініштерді қарай алады. Мемлекетке келген өтініштер мемлекеттік қызмет тексеруде деген статуспен келеді. Сол өтінішті қарау үшін біз жаңағы жасыл көз белгісіне басамыз да, өтініштің ішіне өтеміз. Өтініштің ішіндегі ең бірінші бөлік, ол жаңағы куәлік, хаттамадан үзінді және аттестациядан өтетін оқытушы туралы жалпы мәлімет болып саналады. Енді біз жаңағы куәліктің скан копиясын көретін болсақ, жаңағы куәліктің скан көшірмесін қарау деген батырмаға басып, куәлікті көре аламыз. Куәліктің астында тағы да бір құжат болады. Ол құжатта мынадай QR кодтар болады. Яғни бұл құжатты директор тексерді, директор оған ЭЦП-мен қол қойды деген мағынаны білдіретін сөз. Одан кейін жаңағы хаттамадан үзіндіні көре аламыз. Ол үшін хаттамадан үзінді деген жерге батырмасына басып, хаттамамен таныса аламыз. Одан кейін келесі батырма ол өтінішті қарау болып саналады. Өтінішті қарау батырмасын басып, оқытушыдың жаңағы аттестациядан өтетін мұғалімнің өтінішімен таныса аламыз. Өтінішті қарап болған соң, қайта оралу батырмасына басып, жаңағы мына бөлімді мақұлдаймыз. Жаңағы бөлімнің астында осында екі батырма болады. Біреу мақұлдау, біреу қайтару. Мақұлдау батырмасын басқан кезде осы жаңағы бөлімді қабылдадық деген мағлұматты мақұлданды деген белгі арқылы көре аламыз. Жаңағы қайтару деген батырманы басқан кезде бізде мынадай түзетуге жіберу деген модальды терезе шығады. Ол терезеге біз не себепті түзетуге жіберетінімізді жазып, сақтау батырмасын басамыз да, жаңағы бөлімнің астында жаңағы пікірді жазған адамның аты және сол пікірі көрініп тұрады. Одан кейін сол блокты тексеріп болған соң, жаңағы негізгі құжат өтініштің өзіне өткен кезде біз негізгі құжаттар бөліміне өтеміз, және өтініш ішінде негізгі құжаттар бөлімі болады және портфолио бөлімі болады. Енді біз жаңағы негізгі құжаттар бөліміне кіретін болсақ, мысалы мына жерде білім деген блогы бар. Ол блогта жаңағы мұғалімнің жүктеген құжаттары болады. Сол құжатты көру үшін скан көшірме батырмасына басамыз да, жаңағы құжатты көре аламыз. Құжатты көріп, жаңағы құжат дұрыс болса, мақұлдау немесе қайтару батырмаларын басып шығамыз. Сол осы негізгі құжаттар бөліміндегі барлық блоктарға осындай жұмыстар жүргізу қажет.
Одан кейін осы блоктарды қабылдап болған соң, келесі бөлімге өту деген батырманы басамыз да, портфолио бөлімдер блогына көшеміз. Портфолио бөлімдер блогы осындай да блоктардан тұрады. Әр блоктың қасында мынадай көк түсті сұрақ белгісінің белгісі болады. Ол яғни бізге соның үстіне басқан кезде жаңағы бізге подсказка шығады. Яғни осы блокта қандай құжаттар бар екенін біз қарай аламыз. Одан кейін осы құжаттарды, барлық құжаттарды қабылдап болған соң, біз жаңағы өтінішке жаңағы өтініштен бас тарту батырмасын басқан кезде жаңағы осы өтінішке бізге қол хат тағайындалады. Қол хатта жаңағы не себепті біз бірінші блокты қайтарғандықтан, мына жерде бізде не себебі жазылып тұрады, жаңағы ЭЦП-мен қол қойып өтінішті қайтадан қайтарамыз. Өтінішті қайтарған кезде өтініш жаңағы бас тартылды деген блокқа өтеді. Өтініштің қызметі өзгереді. Мемлекеттік қызметпен қабылдамады деген, егер сіз жаңағы өтінішті қабылдамаған жағдайда. Одан кейін жаңағы өтініштің қасында осындай жасыл түсті парақ беті болады. Ол парақты басқан кезде осындай бізде қол хатты көре аламыз. Осы қол хатта барлық мәлімет жазылған. Одан кейін жаңағы өтініш, сіз мемлекеттік қызмет көрсету барысында өтініш қайтарылатын болса, өтініш қайтадан мұғалімге келеді. Мұғалім өзінің қателерін түзеп, қайтадан өтінішті мемлекеттік қызметке жібере алады. Қайтадан кеп түскен өтініштер жаңа деген блокқа өтеді. Статусы мемлекеттік қызмет тексерісінде деген статуспен келеді. Өтінішті қарау үшін қайтадан көз белгісіне басамыз да, өтініш ішіне түсеміз. Сонымен қатар әр өтініштің ішінде өтініштің қолдану тарихы болады. Яғни өтініш қашан құрастырылды, директор қашан қол қойды, сосын тексерісте қашан болды, бүкіл жаңағы өтінішпен жасалған қадамдар мына жерден көре аламыз біз. Одан кейін сонымен қатар әр жаңағы блоктың астында, егер сіз өтінішті қайтарған болса, өтініштің астында, әр блоктың астында тарих деген батырма болады. Ол тарих батырманы басқан кезде, яғни өтінішке кім қандай пікір жазғанын көре аламыз. Соны көруге мүмкіндік болады. Одан кейін жаңағы қайтып келген өтінішті қайтадан тексеріп, мақұлдау батырмасын басқан соң біз өтінішті қабылдаймыз. Өтінішті қабылдаған кезде өтінішті қабылдау батырмасын басамыз. Осындай бізде модаль терезе шығады. Ол жаңағы біздің қол хатымыз. Соны жаңағы автоматты түрде қол хат ол тағайындалады. Ол қол хатқа ЭЦП-мен қол қойып, өтінішті сақтаймыз. Одан кейін өтініш қабылданды деген бөлімге өтеді. Өтініш статусы өзгереді. Мемлекеттік қызметпен қабылданды деген статусқа. Одан кейін жаңағы өтінішке қол хат тағайындалады. Ол қол хатты біз жаңағы мына жердегі жасыл түсті парақтың бетіне басқан кезде жаңағы өтінішті біз қарай аламыз. Одан кейін осымен өтініштерге мемлекеттік қызмет көрсетілді. Енді өтінішті әрі қарай комиссияға жіберу қажет. Ол үшін біз жаңағы мемлекеттік қызмет модуліндегі аттестатталушылардың тізімдік құрамы деген блокқа өтеміз. Мына жерде бізде мемлекеттік қызметпен қабылданған деген блок бар болады. Сол жерде тізімде бізде жаңағы біз тексерген барлық өтініштер болады. Мына жердегі курсорды жасыл басамыз и мемлекетті әрі қарай тексеріске жібереміз.
Одан кейін жаңағы өтініш комиссияға жіберілді деген блокқа өтеді. Өтініш статусы комиссияға жіберілді деген статуспен өзгереді. Осымен мемлекеттік қызметті көрсететін қызметкердің жұмысы аяқталады. Енді біз жаңағы эксперттік советпен аттестациялық комиссияның жұмысымен танысайық. Ол үшін жаңағы pedat.bilimал.kz сайтында авторизациялану қажет. Мына жерге логин мен парольдеріңізді жазасыздар да. Поменялось. 1 минут. Қазір 1 минут енді эксперттік советпен жаңағы аттестация комиссиясының жұмысына көшейік. 1 минут. Так, сараптамалық кеңес, енді біз сараптамалық кеңестің жұмысын және аттестациялық комиссияның жұмысын қарастырамыз. Ол үшін pedat.bilimал.kz сайтында авторизациялану қажет. Одан кейін ең бірінші жұмысты бастаған кезде жұмысты аттестациялық комиссияның хатшысы бастайды. Ол үшін ол аттестация модуліне өтіп, жаңағы комиссия атауына кіреді. Кірген кезде ол жаңағы портфолияны қабылдау тапсыру актісін құру қажет. Ол үшін жаңағы аттестациялық комиссия, жаңағы керекті комиссияның, аттестациялық комиссияның ішіне кірген кезде өтінімдер бөліміне кіреді және әр актіні қалыптастыру қажет. Актіні қалыптастырған кезде мынандай модельді терезе шығады. Ол үшін жаңағы акт қай күні қалыптастаған жазамызда акт төрағасына жібереміз. Акты төрағасына жіберген кезде жаңағы аттестациялық комиссия төрағасы жаңағы акты қабылдап, қол қойып, сараптамалық кеңеске жаңағы жібереді. Одан кейін ол құжаттарды біз аттестациялық комиссияның төрағасы құжаттар деген блокта мына жерде көре алады. Одан кейін ол құжаттарды көріп болған соң, жаңағы мына жердегі актын үстінен басады, құжаттарды көреді, құжаттарға жерде актіге қол қойып, қабылдау деген батырманы басады, қол қояды, актіні қабылдайды. Одан кейін сараптамалық кеңестің жұмысы басталады. Сараптамалық кеңестің жұмысы басталған кезде жаңағы аттестация модуліне өтеді. Одан кейін сараптамалық кеңес. Сараптамалық кеңес ішінде бірнеше топтан құрылуы мүмкін. Қажетті топты тағайындаймыз. Қажетті топты тағайындап болған соң, сараптамалық кеңестің төрағасы жаңа өтініштер бөліміне өтеді, актілерді қабылдайды. Актіге қол қойып, қабылдау батырмасын басады, актіні қабылдайды. Ол құжаттар бізде жаңағы құжаттар бөлімінде болады. Мына жерде активный ссылка болады. Ол активный ссылканың үстінен басқан кезде міне бізде акт шығады.
Одан кейін бізде сараптамалық кеңестің мүшелерінің жұмысы басталады. Сараптамалық кеңестің мүшесі жұмысын бастаған кезде ол аттестация ішіне өтеді. Ол жердегі сараптамалық кеңес блогын таңдайды және де қарастырылуда деген блокқа өткен кезде жаңадан келген өтініштерді көре алады. Ол өтінішті қарау үшін мына жердегі жасыл түсті көз батырмасына басып өтініш ішіне түсеміз. Өтініштің іші осылай бізге көрініп тұрады. Жаңағы мына жерде өтінішке қол қою қажет, жаңағы оқытушының бүкіл құжаттарын көре аламыз. Жаңағы осы активті ссылканың үстінен басқан кезде бізге жаңағы құжаттар шығады. Ол құжаттарды біз тексереміз. Әр бөлімнің қасында мына жерде мақұлданды және мақұлданбады деген екі батырма болады. Сол егер құжаттар дұрыс болса мақұлданды деген батырманы басасыз, дұрыс болмаса мақұлданбады деген батырманы басасыздар да жаңағы документтерді тексересіздер. Енді негізгі жаңағы өтініштің ішіне кірген кезде жаңағы бүкіл өтініштерді әр блоктағы құжаттарды сіздер мына жерде скан көшірме деген батырмаға басқан кезде жаңағы сол блокқа тіркелген құжаттармен таныса аласыздар да, сол себепті жаңағы мына жердегі екі батырманың біреуін таңдайсыздар. Әр блоктың қасында сондай батырмалар болады. Содан соң жаңағы біз бағалау критерий блогына өтеміз. Әр блок жоғарыда айтылып кеткендей осындай таблица жүзінде сіздерге қолжетімді болады. Атауы болады, скан көшірмені біз көре аламыз. Басқан кезде скан көшірме бізде шығады. Мақұлдау, мақұлданбау деген екі таңдау болады. Әр блоктың атауы болады, атауының қасында сұрақ белгісі болады. Ол яғни оны басқан кезде мына жерде бізге подсказкалар шығады. Одан кейін біз мысалға жаңағы скан көшірмені мына жерде скан көшірме деген жерге басқан кезде құжаттың өзі шығады. Одан кейін жасыру батырмасын басқан кезде жаңағы бізде блок қайтадан осындай түрге келеді. Одан кейін ол жаңағы келесі бізде тағы мынадай бөлім пайда болуы мүмкін. Ол егер жаңағы оқытушы біліктілік санатын мерзімнен бұрын беруге арналған талаптар. Ол талаптар да сондай бөлімдерден тұрады. Әр бөлімнің астында және мақұлдау, мақұлданбау деген болады. Одан кейін біз егер мысалға мақұлдау немесе мақұлдамау деген батырманы басқан кезде бізде жаңағы не себепті біз оны қабылдамадық, ол блоктың астында жаңағы кім ол пікірді қабылдамады және пікірі жазылып тұрады және оны көруге болады. Одан кейін өтінішті біз қорытындыға бару деген өтінішті қорытындыға жібереміз. Одан кейін біз қорытындыға жіберген кезде портфолияны бағалау парағына өтеміз. Портфолияны бағалау парағына өткен кезде жаңағы жоғарыда барлық бөлімдерді тексерген кездегі біздің қабылдаған батырларымыздың атаулары жазылып тұрады. Одан кейін әр бөлімнің қасында мына жерде 3 түрлі таңдау болады. Ол біліктілік санаттың талаптарына сәйкес емес, немесе берілген санаттан төмен санатқа түсу деген 3 пікірдің ұсынысымыздың біреуін біз ұсынамыз. Егер мына жерде біз жаңағы ең соңғы блокта біз мақұлданбаған блогымызды да көре аламыз. Ол мынадай мақұлданбады деген түрде болады.
Мына жерде біз біліктілік санаттың талаптарына сәйкес келмейді деген жерді басқан кезде қайтадан өзіміздің негіздемемізді жазамыз да сақтау батырмасын басамыз. Ол кезде мынадай қызыл түсті бізде терезе пайда болады. Ол терезеде жаңағы комиссия мүшесінің аты және пікірін көруге болады. Одан кейін бүкіл бөлімдерге өзіміздің сәйкес келеді немесе сәйкес келмейді немесе төмен категорияға түсіру пікірлерімізді таңдап болған соң біз жаңағы өзіміздің ұсынысымызды ұсынамыз. Яғни бұл өтінішті аттестациялық комиссияға ұсынамыз. Осыдан біз бізде үш түрлі таңдау болады. Ол ұсыну, ұсынбау немесе төмен деңгейге деген ұсыныстардың біреуін таңдаймыз. Одан кейін сараптамалық кеңестің төрағасы жаңағы өтініштерді қарайды. Сараптамалық кеңестің төрағасы ол өтініштерді сараптамалық кеңес деген бөлімге өтеді. Қарастырылуда деген бөлімде жаңағы барлық өтініштерді қарай алады. Өтінішті қараған кезде жаңағы көз белгісіне басады, өтініштің ішіне кіреді. Тағы да сараптамалық кеңестің төрағасы тағы да қайтадан бүкіл өтінішті тексеріп шығады. Тағы мақұлдайды немесе мақұлдамайды таңдауларын жасайды. Қорытындыға бару батырмасын басады. Одан кейін сараптамалық кеңестің төрағасы портфолияны тексеріп болған соң бағалаудың қорытынды парағы блогына өтеді, өзінің ұсынысын жасайды. Өз ұсынысын жасаған кезде ол жаңағы бүкіл жаңағы мына жерде бізде осындай галочкалар мен стрелочкаларды көре аламыз. Ол жаңағы біздің жаңағы бүкіл комиссия мүшелерінің пікірлерін біз жаңағы көре аламыз. Мына жерге басқан кезде, мына жерде бізде бүкіл жаңағы комиссия мүшелерінің пікірлерін біз көре аламыз. Сонымен қатар жаңағы комиссия мүшелерімен қатар біз өзіміздің да дауысын керекті блокқа қоюымыз қажет. Одан кейін осындай бізде бағалау қорытындыда осындай үш таңдау болады. Керекті таңдауды басқан кезде керекті таңдауымызды басу қажет. Осыдан кейін біз жаңағы құжаттарды қарай аламыз. Басып шығару батырмасын басқан кезде жаңағы портфолияға жаңағы портфолияның бағалау парағын көре аламыз. Одан кейін сараптамалық кеңестің хатшысы шешім шығарылды блогына өтіп, блогына өткен кезде құжаттарды жасайды. Ол жаңағы ұсынысты құрайды және хаттаманы құрайды. Оған ұсыныс күнін және хаттама номерін тағайындайды и аттестациялық комиссияға жаңағы өтінішті әрі қарай тексеріске жібереді. Одан кейін жаңағы ол құжаттарды біз жаңағы сараптамалық кеңестің хатшысы құжаттар бөлімінде қарай алады. Осыдан жаңағы құжаттар бөліміне өткен кезде, толығырақ батырмасын басқан кезде, жаңағы хатшы СП-мен қол қою керек. Сонымен қатар хатшымен бірге жаңағы бүкіл сараптамалық кеңестің мүшелері және төрағасы қол қойып шығулары қажет. Одан кейін қол қойып болған соң аттестациялық комиссия мүшелерінің жұмысы басталады.
комиссия мүшелері жаңағы комиссия атауына кіреді, жаңағы өтініштерді қарайды. Өтініштер жаңағы аттестация комиссиясындағы қарастырылды деген блогында болады. Өтінішті қарау үшін көз белгісіне басамыз, өтініш шешімін өтінішке кіреміз. Өтінішке жаңағы кірген кезде қорытындылар бөліміне өтеміз да, жаңағы өзіміздің шешімімізді қабылдаймыз. Шешімді қабылдаған кезде біз өзіміздің жаңағы тестіге жібереміз бе, немесе сәйкес келмейді деген екі шешімнің бірін қабылдаймыз. Мысалға, мына жерде тестіге жіберу батырмасын басқан кезде аттестациялық комиссия төрағасына өтініштер басқан кезде өтініштер аттестациялық комиссиясының төрағасына келеді. Ол аттестациялық комиссияның төрағасы өтініштерді аттестациялық комиссиясы қарастырылуда деген бөлімінде қаралады. Көз батырмасын басады, жаңағы өзінің қорытынды шешімін қабылдайды. Аттестациялық тестілеуге жіберіле ме, немесе сәйкес келмей ме. Содан кейін жаңағы өтініш егер тестіге жіберілген кезде өтініш статусы тестіге жіберілді деген статуста болады. И өтініш жаңағы аттестация комиссиясының төрағасында ПБ-ға жіберілді деген блокта болады. Статусы тестіға жіберілді деген статуста болады. Одан кейін жаңағы оқытушы мұғалім, яғни аттестациядан өтетін мұғалім өзінің тестісін тапсырады. Тестіні өтіп болған соң өзінің өтінішіне қайтадан тесттен өткені туралы жаңағы сертификатын жүктейді. Сертификатын жүктеген соң жаңағы қазір 1 минут. Сертификатын жүктейді, одан кейін жаңағы аттестация сертификатын жүктейді, өтініш қайтадан комиссияға жіберіледі. Комиссия одан кейін жаңағы құжаттарды, аттестациялық комиссияның хатшысы құжаттар бөліміне өтеді. Құжаттар бөліміне өткен кезде жаңағы ол жаңағы портфолио қабылданғаны туралы хат құрады. Ол хат жаңағы хаттамасын жасау үшін АК хаттамасын жасау деген батырмасын басқан кезде бізде осындай модель терезе шығады. Сол модельді терезені толтырып болған соң жаңағы әр комиссия мүшесі жаңағы құжаттар бөліміне кіреді, толығырақ батырмасын басады, сол жаңағы хатқа қол қоюлары қажет. Барлық комиссия мүшелері хатшы төраға қол қойып болған соң жаңағы хатты біз басып шығарып көре аламыз. Ол яғни мынадай түрде бізде болады. Яғни өтініш өтті деген сөз. Одан кейін біз жаңағы аттестация комиссиясын жаңағы хатшысы құжаттар бөліміне өткен кезде тапсырысты жасау үшін жіберіңіз деген батырманы басады. А где 14? Почему не проверяешь? Одан кейін мына осыдан кейін жаңағы құжатты біз көре аламыз. Құжатты көріп болған соң жаңағы біз бұйрықты жасаймыз. Бұйрықты жасаған кезде біз толығырақ батырмасын басамыз.
толығырақ батырмасын басқаннан кейін жаңағы бұйрықты құруға кірісеміз. Басып шығару батырмасын басқан кезде бізде бұйрық шығады. Бұйрықты біз бұйрықты міне осындай түрде, автоматты түрде ол өзі жүйеде пайда болады. Одан кейін біз бұйрықты тағайындап болған соң аттестациялық комиссияның хатшысы құжаттар бөлімінде жаңағы бұйрықты аяқтау қажет. Бұйрықты ол аяқтайды. Аяқтаған соң жаңағы мына жерде бізде комиссия аяқталды деген батырма активті болады. Ол батырманы басқаннан кейін бізде комиссия аяқталды деген батырма болады. Яғни комиссия өз жұмысын аяқтады деген мағынаны білдіреді. Одан кейін хатшы жаңағы аттестациялық комиссияның хатшысы аттестация модуліне өткен кезде мына жерде комиссия атауының қасында комиссияның статусы аяқталды деген статусқа ие болады. Осымен біздің оқытуымыз аяқталды. Бүгін сіздерге мемлекеттік қызметте көрсетілетін қызмет туралы мәлімет берілді, және сараптамалық кеңестің жұмысы және аттестациялық комиссияның жұмысы туралы мағлұмат берілді. Осы слайдтарды міндетті түрде жібереміз. Жүйе бойынша сұрақтарыңыз бар болса, сұрақтарыңызды қоюға болады, қол көтеріп. Саламатсыз ба, менде сұрақ бар еді. Қойыңыз. Бізде өткен жылы осы педатқа тіркедік қой. Сол кезде бізде жаңағы жыл сайын, мысалы мен қараймын ғой құжаттарды, жыл сайын назначить етіп отыра ма, жоқ бір рет назначить етіле ма? Кімді назначить етеді? Мен құжаттарды қараймын жаңағы, неге жіберемін? Госуслугаға жіберемін. Сіз, получается, оқу орныңызда біліктілік бағаны көрсететін маман болып саналасыз, иә? Оны сіз өзіңіздің мектебіңізде шешесіз, ылғи сіз боласыз ба, немесе басқа адамды тағайындайсыздар ма? Олар сіздер өздеріңіздің мектептеріңізде өздеріңіз шешім қабылдайсыздар. Жақсы, рахмет. Саламатсыз ба, мынандай сұрақ қоюға бола ма? Пікір, одан кейін бақылау парақтары, солардың барлығын соңына мектеп директорының қолымен печать қойыла ма? Жүктегенде? Иә, қойылады. Пікірге де ата-ананың пікірі барлығына да директор печать қоя ма сонда қолымен? Қол қою қажет қой, қараңыздар. Ол егер қол қойылмаса, онда ол жай қағаз болып саналады ғой. Сонда оны ата-ана кешіріңіздер, сәлеметсіз ба? Оны ата-ана жазады, ата-ана қол қояды, сонан кейін астына міндетті түрде директордың аты жөнін жазып, директор қол қою керек, иә, печатьмен. Ол сұрақты мүмкін жаңағы УМЦ адамдарына жауап бере алатын шығар сіздерге. Саламатсыздар ма, сұрақ қоюға бола ма? Мынау қазір мұғалімдер педат жүйесіне портфолияны жүктеп жатыр. Енді ол кісілер бізге жіберді, енді директор рецептімен қол қойып тексерілуде, иә? Қашаған госуслугаға қашан жібереміз осы құжаттарды? 27-ші наурызға дейін мұғалімдерге мүмкіндік бар ма, әлде 27-ші дейін уже комиссия барлығы жұмыс бітіру керек па? Иә, 27-ші наурызға дейін бүкіл өтініштерге бүкіл жұмыс жасалып бітуі қажет. Яғни бұған не кіреді? Яғни 27-ші наурызға дейін аттестациялық комиссия өзінің шешімін қабылдау керек. Яғни ол оқытушы ОЗП-ға жіберіле ме, жіберілмей ме деген шешім қабылдау қажет. Ал қазір мұғалімдер жіберген құжатты біз тексеріп госуслугаға жібере аламыз ба? Иә, міндетті түрде. Уже ашық госуслуга, да? Әрине ашық. Мемлекеттік қызмет 20-шы ақпаннан бастап уже ашық. Жақсы, рахмет. Бола ма, саламатсыздар ма?
мына услуганы мысалы беріп тұр ғой. Мгм. Соны естілік кім болады? Отдел кадр ма? Жауап Түсінбедім. беретін. Қайтадан қоясыз ба? Жаман естіліп кетті дауысыңыз. Госуслуга, мысалы, жаңа айтып жатсыз ғой, госуслуганы, мысалы, бәрін последний тексеріп, жаңағы аттестационный комиссияңыз барлығы тексереді ғой, экспертный. Соны енді тексеретін последний. Неме? Жоқ, сіз шатастырып тұрсыз. Қараңыз, сізге өтініш мектептен сәйкес орынға келеді. Категорияға байланысты. Әуелі эксперттік советке жібермей тұрып, өтінішке мемлекеттік қызмет көрсетіледі, яғни госуслуга. Госуслугадан тексеріс өтіп болған соң, өтінішті сіздер уже эксперттік советке жібересіздер. Енді исполнитель деп тұр ғой, соны отдел кадр ма, кім болады? Оны сіз өзіңіз тағайындайсыз. Кім ол? Білікті маман болу керек. Бүкіл құжат Өзі бола ала ма осы? Кім? Аттестатталушы мұғалім. Жоқ, қалай ол өзі болады? Аттестациядан өтетін мұғалімдер, олар жоқ, болу мүмкін емес. Болмайды олар. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Госуслуганы сіздер сұрап жатырсыздар. Әр мектептен өзінің педагог тағайындалған аттестацияға жауапты мамандар бар, я, ол зауыш болады. Сондықтан да госуслуганың барлығын тексерілгеннен кейін сіздер эксперттік комиссияға жіберіледі. Бізде де мысалы облыстық деңгейде бізде де жаңа госуслуганы тексеретін адамдар бар. Сондықтан да каждыйның өзінің нелері болады, тағайындалған. Бұл жерде эксперттік совет аттестацияға жауапты жаңағы эксперттік комиссиялар мен аттестациялық комиссияның мүшелері қатысып отыр. Сондықтан да алдын ала әріптестер 533-ші бұйрықпен таныссаңыздар. Ұмытсыны маман сөйлеп отырсыз ғой, жаңағы пікірлерге директор қол қоя ма, соны айтып жібересіз бе сіз? Қай пікірлерге? Ата-ана пікірі, әріптес пікір, не жаңағы мектеп директоры астына қол қойып печать басу керек па деген сұраққа жаңа ұмытсыдан сұрасын деп жауап берді ғой. Бұл жердегі сұрақ менің ойымша жаңағы скан копиясына қойылама деп тұр ғой директор. Барлық грамота, мадақтамалар бәріне қол қойып беру керек па директор, көшірме дұрыс деп? Жоқ, ол мадақтамас пікірге жауап берсеңіз, пікірге. Мына жерде сосын бақылау парақтары бар, соның барлығына директор қол қойып печать қоя ма деп сұраған еді жаңа. Ал анау марапат парақтарына өткенде қажет емес деп жауап берген сияқты болған. Сол жағын түсіндіріп өтсеңіз. Ана күні зуммен неткенде өткізгенде айтты ғой, сонда пікірлерге мектеп директорының қолы қойылады и печать қойылады деді ғой. Оны қоясыздар сіздер, бірақ директор растайды негізгі құжаттарды ғой, госуслугаға байланысты. Өткенде осы туралы түсіндіріп айтты ғой. Соларды растайды ғой. Құрметті әріптестер, жүйе бойынша сұрақтарыңыз бар болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Бар менде. Тыңдап тұрмын. Аттестациялық комиссияның барлық мүшелерінде ЭЦП болу керек па міндетті түрде? Иә. Аттестациялық комиссия деп тұрсыз ба? Комиссияның құрамындағы мүшелерге, мысалы бізде 7 адам бар, осы 7 адамның 7-еуінде де ЭЦП болу керек, иә? Жоқ, тек қана төрағада ЭЦП болу керек. Аның қалған енді мысалы өтініштерді қабылдап, тексеріп, жоқ, ол сіз жаман естіліп тұрсыз. Қайталаймын ба? Аттестациялық комиссия мүшелеріне барлықтарына ЭЦП-ның қажеті жоқ. Тек қана аттестациялық комиссияның төрағасында ЭЦП бар болса, сол жеткілікті. Тек қана ол кісі ЭЦП-мен қол қояды. Қалғандары тек қана жаңағы өтінішті қабылдау батырмасын басып, оны растайды. Болды, жақсы, рахмет. Аттестационная комиссияның председателя бөлім басшысы емес па?
мектеп директоры. Кешіріңіз, Модераторды білім бөлімі қарайды ғой, қалай мектеп директоры болады ол? бізде мектептік аттестационный комиссия болмайды ғой. Мектеп ішінде аттестациялық комиссия құрастырылмайды. Да. Да. Біз тек госуслугаға отправляем. Да, мектеп ішінде Акция. сіздер тек қана біліктілік бағасын бересіздер де, одан кейін мемлекеттік қызметке жібересіздер. Мемлекеттік қызмет ол жаңағы немесе білім бөлімінде, немесе білім басқармасында өздері қажетті маманды тағайындайды да, олар уже мемлекеттік қызметті көрсетеді. Онда мектеп директоры ЭЦП-мен қол қояды да жібереді. Түсінікті жағдай, солай ғой? Сіз жаңағы эксперттік кеңестің мүшесі боласыз ба, әлі жай оқытушысыз ба? Мен жай оқытушымын, мен мектептің аттестаттау комиссиясын басқарып Бүгін жаңағы мұғалімдер үшін оқыту дүйсенбі мен сейсенбі күні жүргізілді. Бүгінгі оқыту ол жаңағы эксперттік советтің мүшелеріне және аттестациялық комиссия мүшелеріне арналған оқыту бүгін жүргізіліп жатыр. Жақсы онда. Бойынша көп өзгерістер кіріпті, иә? Осы эфир сақтала ма YouTube арнасында? Да. Оқу басталмақ бұрын сізге айтты ғой. Жаңағы осы Zoom-ның записи болады деп. Тағы жүйе бойынша сұрақтарыңыз бар болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Мұнда біздің мектептің ішінен төраға ғана сайланады, хатшы болды ғой, е? Жоқ. Сіз кімсіз? Сіз мектеп ішінен хабарласып тұрсыз ба? Сіз эксперттік комиссия мүшесіз ба? Аттестациялық комиссия мүшесіз ба? Аттестаттауға жауапты завуч. Мектептің ішінде ешқандай аттестациялық комиссия құралмайды. Мектеп ішінде тек қана мұғалім өзінің өтінішін құрастырады. Одан кейін сол өтінішке директор негізгі құжаттарға қол қояды. Одан кейін өтініш біліктілік бағаны көрсететін маманға жіберіледі. Өтініштің статусы тексерісте болады. Одан кейін біліктілік бағаны көрсететін қызметкер өтінішті тексереді де, өтінішті мемлекеттік қызметке жібереді. Мемлекеттік қызмет уже білім басқармасы, білім орталығы көрсетеді. Мектеп ішінде ештеңе көрсетеді. Түсінікті ма сізге? Түсінікті, жақсы, рахмет. Сұрақ қоюға болады ма? Қойыңыз. Сонда бүгінгі айтылған эксперттік комиссия, аттестаттау комиссиясы, оның барлығы жаңағы аудандық білім бөлімінде болатын жұмыстар ғой. Біз мектепте қана өтінішті қараймыз, сосын біліктілік бағасын береміз да, мемлекеттік қызмет, яғни аудандық білім бөліміне жібереміз. Болды, басқа мектеп демейді ғой. Да, жақсырақ. Да, басқа мектеп ішінде ешқандай жұмыс жүргізілмейді, тек қана мұғалім өз өтінішін мәртебесін қадағалау қажет. Яғни өтініш қай жерде, соны дұрыс тексеріп отыру қажет. Сұрағымызға жауап бермеді ғой біздің сонымен. Пікірлер бойынша. Бұнда сараптамалық кеңес қарайды құжатты, одан кейін тестілеуге өте ма, өтпей ма, соңынан жібереді. Тестілеуге өткеннен кейін ғана аттестациялық комиссия ол педагогты аттестаттауға жаңағы біліктілік санатын беру бермеуін аттестациялық комиссия шешеді ғой. Бұнда мұғалімдер кірмейді бұл жерге. Тек сараптамалық кеңес пен аттестациялық кеңес мүшелері ғана кіретін бұл жерге. Сіздер басқаша сұрақ қойып отырсыздар. Иә. Сонда мысалы қазір мен администратормын. Администратор ретінде мен жаңағы экспертный комиссия, аттестационный комиссия мүшелерін тағайындау керекпін ба мектепшілік педатқа, әлде керек жоқ па? Мен бағана осы сұраққа жауап бердім. Кешіресіздер, уже жауап берілген. Уже 1000 рет айтқанбыз, что мектеп ішінде эксперттік кеңес, аттестациялық кеңес құралмайды.
Менде сұрақ бар, егер де аттестациялық кеңес құралмайтын болса, біз хаттамаға, педкеңестің хаттамасын толтырып, біз скан вариантын бірінші шақта тіркеп қоюымыз керек қой. Сол кезде біз нені тіркейміз ол жерде? А при чем сіз тіркейсіз? Сіз неге тіркейсіз? Енді мен аттестациядан өтейін деп отырған мұғаліммін ғой. Ну вот, а при чем сіздің ол жаққа қандай қатысыңыз бар? Жоқ, егер де педкеңесте жүктеу керек қой ол жерде. Неменені жүктеу керек? Хаттама, протокол. Қандай хаттама? Хаттамадан үзінді деген жерге? Или что? Хаттамадан үзінді, ол мектеп ішінде сіз өздеріңіз отырыс жариялайсыздар, ол отырыста жаңағы хаттама жасайсыздар. Сұрап отырған сол ғой сізден? Ол сіздің сұрағыңыз осы жерге жарамсыз. Себебі бұл жерде эксперттік советтер мен аттестациялық комиссияның жұмысы қарастырылып отыр. Мектеп ішіндегі жұмыс понедельник күні және вторник күні өткізілген. Сіздер сол уақытта жаңағы зумға қатысуларыңыз керек еді, и сол сұрақты сонда қою керек еді, ал не бүгін. Енді понедельник бір сұрақ қойсам болады? Дүйсенбі, сейсенбі күні бізге ешқандай зум платформасы келген жоқ қой, кіріңіздер деген. Бүгін ғана келіп тұр. Именно келген жоқ ешқандай да. Құрметті әріптестер, сәлеметсіз бе? Мен Саида боламын, менеджер, осы білім алу педагог жүйесінің менеджер боламын. И я попрошу, пожалуйста, выйти тех из данного обучения, кто не является членом комиссии и членом экспертного совета. Пожалуйста, всех, пожалуйста, выйдите. И остаются только те, кто входит в состав экспертного совета и в состав аттестационной комиссии, потому что обучение именно для них мы проводим. И вопросы именно по ним будем отвечать. И остальные вопросы, которые касаются педагогов, организации образования, мы на эти вопросы уже отвечали. И обучение тоже проводились. И для этого у нас еще имеются телеграм-чаты, где мы отвечаем на эти вопросы. И ссылки на обучение, которые мы проводили для организации образования, они прикреплены в чаты. Все, спасибо за внимание. Остальных прошу выйти. Если есть вопросы, именно касающиеся по теме данного обучения, которое сейчас прошло, можете задавать. Если нет по этим темам вопросы, то тогда мы завершаем это обучение. Рахмет. Кешіріңіз, тағы сұрақ қойсам болады ма? Сонда біз педагогта әкімшілік жүйесі де, экспертный комиссияда ешқандай жұмыс жасамаймыз ба қазіргі уақытта? Уже жауап бердік ол сұраққа. Эксперттік совет пен аттестациялық комиссияның жұмыстары туралы сұрақтарыңыз бар болса, сол сұрақтарды ғана бүгін қарастырайық. Енді мен сіздерге қойдым ғой, әкімшілік ретінде экспертный комиссияны тағайындауым керек. Жоқ, сіз мектептің әкімші боласыз, е? Мектептің, білім бөлімі емес. Жоқ, мектептің. Оншы ол мектептің әкімшілерге біз уже осы аптаның басында оқытуды өткіздік. Кешіріңіз, оқыту YouTube каналында сақталған ба? Телеграм-чатқа кіріп сұрақтарыңызды қоюға болады. Оқытулары бәрі YouTube-та салынған. Егер сіздер жаңағы жүйе бойынша сұрақтарыңыз бар болса, әр оқу орнына байланысты, мысалы, балабақша үшін, қосымша оқу орны үшін, колледж үшін, мектеп үшін арнайы чаттар бар. Сол чатқа өзіңізді мазалап тұрған сұрақтарыңызды жазып қоюларыңызға болады. Бүгін біз эксперттік совет пен аттестациялық комиссияның жұмысы туралы оқыту жұмысын жүргіздік. Соған байланысты білім алу педагог жүйесіндегі техникалық жағынан бар сұрақтарыңыз бар болса, жауап берейік. Жоқ болса, оқуымызды аяқтайық. Тыңдап тұрмын. Мен сұрайшы дегем, жаңағы тәрбиешілердің чатын жібересіздер ме? Ссылкасын. Я жібереміз, әрине, қазір осы Zoom-ның чатына, осы 3 чаттың ссылкаларын жібереміз. Мәселе ханым. Саламатсыз ба? Тағы да сұрақ қойсам бола ма? Тыңдап тұрмын. Басының кішкене өткізіп алған едім, басқа жиналысында. Біз жаңағы мектептегі комиссия, эксперттік комиссияны және аттестациялық,
эксперттік комиссияны біз өзіміз құрамыз, иә? Тағайындаймыз. 9 Жоқ, адам ба? жоқ. Мгм. Ол уже сұраққа біз бірнеше рет жауап бердік. Мектеп ішінде эксперттік совет, комиссия және аттестациялық комиссия құралмайды. 533-ші бұйрықпен танысаңыз, ол бұйрықта барлық жауаптар жазылған. Тағы осы Анау директор қол қояды болды, иә, тек қана? келесі сұрақ. Сұрақ қояйыншы мен. Тыңдап тұрмын. Мен Бақыт Аманбаевнамын. Нарада мен бар ғой, мен өзім жаңағы экспертный советте бармын, модераторлардың несінде. Бірақ өзімде аттестатты немді растаймын, исследователімді. Биыл. Мына педатты ашып отырмын. Алдың күні ашқан кезде менің педатта былай тұрған өтініштер дегеннің жанында ББ деп жазылып тұрған. Осы сұраққа жауап беру үшін жаңағы өзіңіздің жеке парақшаңызға өткен кездегі суретті чатқа жіберіңіз. Чатта қарастырып, сол сұрағыңызға жауап береміз. Жоқ, мынаны істеп беріпті маған өтінішті тіркеуді өзімдікін. Бірақ енді мен педатқа неге кірем ғой, жаңа комиссияға, экспертный комиссияның тексеруіне. Сонда осыдан кіре берем ба қайтадан? Иә. Осы логин пароль арқылы кіре бересіз, ага. Тек қана аттестация деген модульге өтіп. Аттестация, народ аттестация деген модуль жоқ болып тұр. Ну вот соның скринін чатқа жіберіңіз, біз қараймыз. Жақсы. Келесі сұрақ. Сәлематсыз ба? Сұрақ қояйыншы. Аттестацияға жауапты администратормын. Мен өзімде кадрлар бөлімінен жерге өзіме үй әкімшісі деп қойдым. Сонан кейін директорды... Жоқ, сіз қай оқу орнынан боласыз? Сіз эксперттік совет комиссия мүшесіз ба? Эксперттік комиссия мүшесіз? Және өтетін мұғалімін. Және. Енді біздің директорда да сондай болып тұр. Директор еще ол кісі аттестациядан өтеді. Директордың профилі мен директор деп белгіледі ол кісі. Бірақ мен өзімде кадрлар бөлімі деген жерде ручка белгісі тұрады ғой. Сол рөліне директор деп жаздым. Жоқ, сіз қараңыз, шатастырмаңыз. Роль деген ол жүйедегі роль. Ол жерге мен директор деп жазам. Директор деп жазыңыз, егер ол кісі директор болса, ал профильге сіз жаңағы аттестациядан өтетін мамандығына сай лауазымын жазасыз. Сонда директор сол кезде ғана көре алады, иә, басқа мұғалімдерді? Қалай басқа мұғалімдерді көре алады? Директордың рөлін біз понедельник пен вторник күні оқытуларда қарастырғанбыз. Ол жаңағы оқудың роликтерін жаңағы YouTube каналынан сіз көріп толығырақ мәлімет ала аласыз. Тағы эксперттік совет бойынша, аттестациялық кеңес бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жүйе бойынша. Кешірім сұрауға бола ма? Бұл не бойынша тағы да оқулар бола ма? Жоқ, осымен оқулардың барлығы аяқталды. Жарайды, рахмет. Тағы сұрақ. Егер сұрақтарыңыз жоқ болса, жаңағы осы Zoom чатына сіздерге осы Telegram чаттардың ссылкаларын жіберді. Қажетті чаттың ссылкасын қолданып чатқа өтуді сұраймыз. Ендеше назарларыңызға рахмет. Оқуымызды аяқтауға рұқсат бересіздер. Сәттілік, сау болыңыздар. Жақсы, сау болыңыз.